Өмір бойы бауырлар, бұл нәпсімізбен күресу деген бесінші несі өте ауқымды мәселе. Нәпсімен күрескенде ғана сен бірдеңеге қол жеткізесің. Нәпсімен күреспесең, не құлшылықта жоқ, не бизнесте жоқ, не амал жоқ, не басқа жоқ. Нәпсімен күресіп қана адамдар қол жеткізіп жатыр ғой нәрселерге. Нәпсімен күресіп, балалар менде Құран жаттап жатыр, машалла. Бұлардың нәпсі шырылдап жатыр, балалар оңай емес Құран жаттау. Басында бәрі қызық көрінеді. Кейін жалығады адам Құран жаттай, оңай емес. Күніге сағаттап Құран жаттап отыру, адам оған да жалығады нәпсі. Нәпсі шырылдайды ана жерде. Бірақ балаларға Алла қуат берсін, жеңіп жатыр ғой нәпсілерін. Нәпсісін жеңіп, балалар қазір соны альхамдулилля жүректерін Алла мутмайын қылсын, ұстаздарға Алла күш қуат берсін, альхамдулилля медресе жүріп жатыр. Солай ғой. Кез келген мәселе өздеріңіз алып қараңыздар. Кез келген анау студенттік өмірімізден бастап болып қарасақ, нәпсіміз шырылдады ғой уақытысында. Студент болып жүрген кезде кейде ақшаң болмайды қалтаңда. Кейде анау ақшаң тұрады, не оған автобусқа міну керек проездге. Немесе анау университетте қарның ашқан кезде оған пирожки жеу керексің да. Сондай моменттер болған. Сол кезде жаяуге барған кездеріміз болған. Ана ақшаны барып пирожки жейін одан гөрі. Аяғымен кішкене уақыт ерте шығасың да, жатақханадан ертерек шығасың бірақ. Жету керек қой жатақхана. Ақша жоқ. Сондай ғой, солай нәпсіңді күреспесең, онда сен университетті бітіре алмайсың ғой. Ана басқа кейбір достар жаңағыдай оқымайтындар азғырып сен неге шақырады? Жүрмейміз ба, қыдырмаймыз ба деп. Нәпсің давай кеттік дейді. Қой деп Құдайдан қорқып, нәпсіңді шырылдатып, отырғызып қой, сау оқисың түнімен. Сондай кезеңдер болды. Мысалға да, демек сондай нәрсе екен, нәпсіні жеңгенде барып сен бір жетістікке жетесің. Ондай болмайды, әлі нәпсімде молодесінде жүре бер параллелен. Сен менде дос болып жүре берейін, мына жақта менде бәрі жүре берсін. Жоқ, ондай болмайды. Не мына жақпен боласың, не мына жақпен боласың. Егер мынаны жеңсең, сен мына жаққа жетесің. Мынаны жеңе алмасаң, мына жаққа ешқашан жеткізбейді сен. Міне қаншама студенттердің жастарға көп айтуларымыз керек қой, інілерімізге, қарындастарымызға. Сол нәпсінің жетегінде жүріп, өздеріне берілген аманатты орындай алмай қалады. Уақыт өтіп кетеді, 4 жыл деген бірден зуылдап шығады да. Бетіп оқулар жүре береді, зачетін бетіп жауа салады. Кейін бітіргеннен кейін дипломын береді. Сөйтіп өздері жұмысқа барғысы келмейді. Диплом салып қойды, басқа салаға кетіп жатады. Неге? Өйткені ол өзі де біліп тұр, оның маманы емес бұл. 4 жыл бекерге уақыт өтті. Жүрді, қыдырды, нәпсі оны апарды, әкелді, бәрін көрсетті. Бірақ негізгі мақсатқа жеткіздірмеді оны. Екінші біреу бар, оларға берілмеді, қосылмады. Нәпсі шырылдаса да, қой мен сабақ оқуым керек, әке-шешемнің аманатын, үмітін ақтауым керектін деді де, ешкімге нетпей, мән бермей, телефонды сөндіріп тастап сабағын оқыды. Келесі күндегі сабаққа дайындалды, кітабын қарады, көзінің майын тамызып, мысалға деп жатырмын да енді. Ондай балалар мықты мамандар шығып жатыр.